Олай болса, құрметті көрермендер, өнерлінің қол алтын, өлеңшінің сөз алтын, өнер таусылмас, азық сарқылмас байлық дейді дана халқымыз. Ендеше бүгінгі көркем өнерпаздарымызға аямай қошеметтеріңізді көрсетіп қойсаңыздар, артық болмас. Олай болса, келесі сөз кезегін алдымызда отырған әділ қазылар алқасына берейік. Құрметті әділ қазылар, әділ бағасын бересіздер деп ойлаймыз. Сөз өздеріңізде, ортаға келсеңіздер тілеуіміз. Бүкіл коллективке, осы келген адамдарға иелік рахметін айтамын. Огромное вам спасибо. Барлықтарыңыз осы аудан үшін жүгіріп істедіңіздер. Әкімшілік тарапынан ешқандай көмек болмады. Өзі залдан ақ көріп тұрсыздар. Рахмет. Армысыздар, құрметті қонақтар, құрметті өнерпаздар. Енді жыл сайын бұл дәстүрге айналды бұл байқау. Жылда әр округты аралаймыз, соның арқасында барлық округтың белсенділерін, әсіресе сахна жағындағы өнерпаздарын танып алдық. Және жылда көретініміз сол бір кісілер, бір ұжым. Неге бұл ұжымға қатарына жаңа басқа ұжым қосылмайды? Неге біз көбеймейміз? Керісінше, былтырға қарағанда ренжімеңіздер, кішкене деңгей төмендеу болды. Себебі былтырма сахна толып,
Әжелер ансамблімен қосылып еді, жаңағы ұлт аспаптар ансамблі қосылған, былтыр біраз ұжымдарыңыз толығып, соның арқасында жүлделі орынға ие болғансыздар. Биыл кішкене азсыздар, бірақ көрсеткен номерларыңыздың бәрі дәрежесі жақсы. Енді әрине өнер адамдары бұл оңай дүние емес, еңбекпен, күн-түн дайындықпен жасағаннан кейін әкімшілік тарапынан үлкен демеу қолдау керек. Ол қолдау ғана тек көрерменмен ғана емес, сахналық киімдермен, жаңағы ұжымға керекті адамдарды, қызметкерлерді келтіріп, жаңағы репетицияларына, музыкалық дыбыс жазу жағы болсын, барлық жағынан сіздер қолдау жасасаңыздар, атақтың барлығы сіздерге кеп тиеді. Ертең осы кісілердің арқасында орын алсаңыздар, ол жүлдені Боралдай кентінің әкімдігіне береді. Сондықтан осындай үлкен сіздерге сұраныс. Дегенмен өнерпаздарыңызға рахмет. Осы жерде жаңағы Гүлмира Жұмабекқызы бастаған топ, желі жұма, как всегда, у нас активная всегда. Жаңағы кітапхана ұжымдары, балабақша, жаңа 21-77 айтып жатыр, Қуат ағамыз, Дәулет ағаларымыз ылғи жаңа оқушылармен, шәкірттермен жүреді, Задия мешіттерде осында отырған өнер көрсеткен барлық өнерпаздарға рахмет. Бұл округтың намысын қорғап шығып жатқан ұжымдар. Сондықтан барлығының атынан рахмет айтамын. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі ауылымыздың концерті аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет, амандықта кездесейік. Қош сау болыңыз.